Уақыт қаншалықты тез өтеді. Музей залдарын аралап, фотосуреттерді қарап, еріксіз жымиясыз. Бәрі таныс. Бұл сіздің жастық шағыңыздың қаласы. Бір мезетте тосырқап қалдыңыз. Мүмкін емес. Бұл сол кездегі патефон ғой. Жастық шақтың керемет күндерін ой елесінен өткізе бастайсыз. Өз үйіңіз, сүйікті патефоныңыз. Есіңізде ме? Кішкентай қыз кезіңізде әрқашан қарап, ішінде не бар екенін, пластинаның неден айналатынын және бұл қатты музыка қайдан шығып жатқанын білгіңіз келетін. Ал қазір сіз өзіңіздің сүйікті пластинаңызды қойдыңыз. Жүрегіңізге жақын әуен естілді. Иә, дәл осы әуенмен ол сізді биге шақырған еді. Уақыт өтіп жатыр. Техника ескеруде. Бүгінгі таңда жас ұрпақ патефон деп аталатын құрылғыға таңдана қарайды. Олай болса біз де өз қызығушылығымызды қанағаттандырып, ішіне үңіліп, әр бөлшекті жеке-жеке қарастырайық. Патефонды Патэ есімді ағайындылар ойлап тапқан және патенттеген. Кейінірек олардың құрметіне аталды. Құрылғының өзі чемодан түрінде құрастырылған. Оны кез келген жерге өзімен бірге алып жүруге болады. Шынында патефонды өзімен бірге демалуға, жолға, тіпті майданға алып кетіп отырған. Өйткені музыка адамға өте жақсы әсер етеді, әсіресе қиын кездерде. Патефон бұл тіпті қарапайым құрылғы емес. Оны өндіру үшін көптеген мәселелер ескерілген. Патефонды іске қосатын тұтқасы ішінде арнайы ұстағышы да болады. Ол әдетте аппараттың оң жағына салынып және сағат тілімен бұрылады. Қозғалтқыш серіппесінің толық іске қосылуы пластинканың бір жағын 78 айналу жылдамдығымен шамамен 3 минут ойнатумен есептеледі. Мембранада ине болады. Ол бұрылып шешілетін ине ұстағышқа бекітілген. Құрылғының алдыңғы жағында арнайы бұрыштық бөлік қосалқы инелерді салуға арналған. Пластинканы бір рет тыңдау үшін сіз бір инені қолдана аласыз. Содан кейін ол іске жарамай қалады. Инелерді ұштауға болмайды. Себебі сәтсіз ұштаудан кейін олар пластинканы құртады. Инелер қорапта 200 данадан сақталады. Бамбук инелер әсіресе үнемді. Олар өте қысқа мерзімде қолданылады, дыбысы нашар болып келеді, бірақ пластинкаларға зақым келтірмейді. Ал кейін корунт инелері пайда болды. Олар ұзақ уақыт бойы пайдалануға болады, бірақ сонымен қатар пластинкаларды құртып отырды. Сондықтан әрбір ойнату ақшаны қажет етті. Патефон пластинкалары шетінен ортасына қарай айналады. Дегенмен, Патэ фирмасының алғашқы модельдері керісінше болды. Ішкі құрылысын көру үшін алдымен айналмалы дискіні алып тастаймыз. Патефонның ішінде пластинкаларға арналған, оларды айналуына жауап беретін серіппелі механизм бар. Сол жағында бір серіппені іске қосатын тұтқаның тесігін көреміз. Дыбыс күшейткіш қызметті корпустың ішінде жасырынған кенернеу атқарады. Бұл 1913 жыл үшін ең жоғарғы технология саналды. Қазіргі заманмен салыстырсақ, кенернеудің осындай қорапқа жасыру компьютерді смартфонға орнатумен тең болады. Неге екені белгісіз, бірақ патефон өте тыныш деген ой бар. Патефонның дыбысы 80-нен 100 децибелге дейін жетеді. Бұл көшедегі көліктің шуына тең. Алайда, патефонның мәселесі тыныш дыбысында емес, керісінше. Патефонның дыбыс деңгейі әдетте реттелмейді. Дыбыс деңгейін төмендету үшін кенернеуге шүберек тығып қоятын. Патефон аппаратының корпусында тағы 3 құрылғы бар. Бұл пластинканың автоматты ажыратқышы. Оны қосу күйіне жылжыту пластинканы ойнатады. Өшіру күйіне жылжыту серіппені тоқтатады. Сондай-ақ корпусында дыбыс шығаруды жеделдету және баяулату реттегіші бар. Сондай-ақ тоқтату тұтқасы айналмалы дискіні бұғаттайды. Патефон жабық күйінде қолмен ұстайтын тұтқасының арқасына тасымалданады. Оның салмағы 6,5 килограммды құрайды. Әрине үлкен ақ, бірақ көтеріп жүруге болады.
Егер кенеттен біреу осы патефондардың көшірмелерін қазіргі жоғарғы технологиялық әлемде шығаратын болса, онда олардың бағасы қарапайым смартфондардың деңгейіндей болады. Өйткені оны жасау үшін әртүрлі материалдар пайдаланған және роботтар жасай алмайтын операциялар тым көп.